Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, сынып жетекшілер. Бүгін сіздерге жылдың соңында әрбір сынып жетекші және пән мұғалімі өзінің сыныбының журналын оқу орынбасарларға тапсыратын болады. Ол үшін ең алдымен біз қандай параметр бойынша дайындап алуымыз керек? Ең бірінші және КТП бөлімінде әрбір пән мұғалімі өзіне тиесілі жүктемеге сәйкес күнтізбелік жоспарды 100% толықтырылуын тексеру керек. Яғни черновикте болмау керек, ол міндетті түрде жаңағы опубликован болу керек. Мысалы айтсақ, иностранный язык, естественно знание ашқаннан кейін нақтылығымен планируемая дата и фактическая дата екеуі бір-біріне сәйкес келуі керек. Және де жылдың соңында артық күндер болмау керек. Егер артық күн болса, немесе жетіспеген тақырыптар болса, ол барлығы журналда көрінетін болады. Одан кейін сіз қандай параметрге тағы назар аударуыңыз керек? Үй жұмысының толық әр 90 бойынша толықтығы. Мысалы, журнал, одан кейін календарына планированиені басамыз. Мысалы, кез келген бір мұғалім болайық. Одан кейін сыныпты таңдайық. Показать. Одан кейін мысалы бірінші топ әр 90 сайын үй жұмысын толық болу. Яғни бос жер болмау керек. Қарайық, бәрі толып тұр. Тамаша, мысалы 4-ші 90 қарайық. Әр мұғалім өзінің үй жұмысының толықтығын бір жыл бойы тексеріп шығу керек. Ешқай жерде бос орын болмау керек. Жақсы, қарап шықты, бүкіл өзінің беретін пән бойынша. Тамаша. Енді сынып жетекші қандай журнал шығару үшін қандай амал орындайды? Журналды бастық. Егер де сынып қазақ тілінде оқытатын болса, онда журналдың тілін қазақша қояды. Ал егер де сынып орыс тілінде оқытатын болса, орыс тілін таңдайтын болады. Одан кейін, мысалы, бұл бізде орыс тілінде тұр журнал. Мысалы, 5G-ді печать басамыз. Одан кейін 5G орыс тілінде оқытылады. Біздің менюмыз барлығы күнделікті орыс тілінде ашық тұру керек. Одан кейін таңдаймыз полная за весь учебный год. Аналог бумажного журнала. Одан кейін распечатать басамыз да, астына түсіп, қалып қойғанда бәрі дұрыс. Готов батырмасын басамыз. Жүйе айналып тұрады. 1 минут пен, мысалы 5 минут аралығында. Ол жаңағы журналдағы беттердің санына сәйкес, пәндеріне сәйкес. Жоғары сыныптарда көбірек ойланады, себебі ол жерде пәндер көбірек бастауыш сыныпқа қарағанда. Так. Тамаша. 1 минутке жетпей барлығы ашылды. PDF түрінде сақталатын болады. Бұл журнал барлығы дұрыс болса, және оң жақ үстің бөлігінде жүктеу батырмасын басу арқылы өзіміздің жаңағы компьютерімізге жүктей алатын боламыз. Атын міндетті түрде сыныптың атауымен, мысалы 5G деп жаңағы загрузка сақтап қоямыз. Енді қаранды сынып жетекші қандай параметрге бұл жерден көре алады? Мекеменің атауы, яғни дұрыс оқу жылы, бұл жерде жаңағы сыныптың сабақ кестесі, одан кейін біз жалпы пәндердің тізімдемесі, одан кейін ең бірінші пәніміз шетел тілі. Бұл жерде сынып жетекші және пән мұғалімі неге назар аударады? Мен бірден бұл жерде жаңағы оқушылар тізімдемесі сынып жетекші міндетті түрде бәрін тексеріп шығу керек, барлығы толық тұр ма жоқ па екен. Және де міне тұр, үй жұмысының бар болуы. Тақырып, одан кейін үй жұмысы. Әрбір тақырыптан кейін үй жұмысы жазылып тұру керек. Тек соңғы сабақтарда, әр 90-ның соңғы сабағында үй жұмысы жазылмайды. Мысалы қараңыз, 20-сы күні мына жерде үй жұмысы жоқ. Яғни күнтізбелік жоспарға кіреді де, жаңа үй жұмысын толықтыру керек. Так. Түсінікті болған шығар. Яғни әрбір тақырыптан кейін міндетті түрде үй жұмысы жазылып тұру керек. Енді осы журналдың соңына келейік. Бұл жерде санауымыз керек, қанша тақырып саны тұр. Міне мамыр, одан кейін міне тұр. Жалпы 100, яғни бұл жерде жұмасына
4 рет болатын болса, 3 рет болатын болса, сонда 102 екі тақырып міндетті түрде ол кіріктірілген деп көрсетіліп тұру керек. Яғни оны тексерейік. Ол яғни кіріктірілген тақырыптар 1, 2 деген санмен әрбір тақырыптың алдында белгіленіп тұру керек. Оны да бір тексеріп шығу керек. Мен әлі көріп тұрған жоқпын кіріктірілген тақырыптарды. Дұрыс емес. Яғни 2 тақырып әлі жоқ. Жақсы. Енді ол әрбір пән мұғалімі немесе сынып жетекші осылай тексеріп шығу керек. Енді арғата кететін болады. Әрбір пән бойынша дәл солай. Жылдың соңындағы сағат санына қарайды. Одан кейін жылына неше рет болу керек. Мысалы, жұмасына 1 рет болса 34 тақырып, 2 рет болса 68, сосын арғата көбейте бересіз. Яғни келесі. Енді арғата өтетін болайық. Пәндерден кейін біз қандай параметрге назар аударатын боламыз? Оқушылар бойынша ақпарат және де дене шынықтыруының нормативтің толық болуы. Метр. Общее сведения, яғни әрбір оқушы бойынша ақпарат, аты жөні, туған күні, ұлты, қай уақыттан бастап оқуды бастады. Одан кейін келесі бетте арғатай бұл оқушының алғы қарата жалғасы, яғни кружоктардың ата-анасы туралы ақпарат және де ата-анасы қай жерде жұмыс істейді. Одан кейін тұратын мекен жайы мен оның телефоны. Яғни бұл жерде әрбір ата-ана бойынша және оқушы бойынша толық ақпарат толтыру керек. Ол жаңағы оқушының ішінде тұрады. Басқа көрсететін болам. Бұл ақпарат қалайда толтырылады? Мысалы, әрбір сынып жетекші менің сыныбым деген басады, инструментке басады, сынып, мысалы 3 оқушы, мысалы әрбір оқушыға инструментке басу арқылы личные данные. Бұл жерде жаңағы туған күні, ұлты, иіні жазып тұру керек, свидетельство о рождении, барлығы оқушы бойынша толық ақпарат жазып тұру керек. Здоровье и жизненная ситуация, осының барлығын сынып жетекші жылдың соңына дейін барлығы толтыру керек. Және де ата-анасы бойынша ақпарат енгізілу керек. Мысалы, Самал деген ата-анамыз бар. Яғни личные данные басқаннан кейін міне место работы және де туған күні бәрі дұрыс тұр. Яғни место работы жазып берсе, осы жерге жаңа контакт номер телефонды жазса да жақсы көреді. Енді арғата кететін болайық. Енді бұнан барлығын қарап шықтық, көбісі жаңа несі жоқ, жұмыс орны жоқ осы сыныптың. Енді арғатай. Енді міне тұр. Енді дене шынықтыру бойынша ақпарат. Бұл жаңағы табель бойынша ақпарат. Міне, показатель физической подготовки. Ол қай жерде толтырылады? Дене шынықтыру пән мұғалімдері журналға кіреді. Одан кейін физическая подготовка. Бұл жерде мысалы кез келген бір сыныпты алсақ, мысалы 2Г показатель. Міне тұр. Әдемі міне толтырылған жылдың басы мен жылдың соңы. Осы жерде барлығы толтыру керек. Өте тамаша 2-ші Г сыныбының дене шынықтыру пән мұғалімі. Бұл жерде дәл солай міне көріңіздер, бәрі жаңа мүмкіндікше бәрі толтырылған. Осыған біз назар аударатын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Ең бірінші жаңағы әрбір пән мұғалімі қазіргі таңда жылдық бір жыл бойы жаңағы тақырыптың санына назар аудару керек.